Келесі күні кәдімгі қарапайым күн болып жалғаса берді. Бірақ кешегі дүкенші апайды өлтірген кім екенін әлі ойланып жүрмін. Бір қуыстай болған дүкен іші тек апайдың қызыл қанына батқан. Өте үрейлі қылмысты қанша жасағаны белгілі. Сонымен өзімнің болжамым бойынша қаланың ішінде қаншер бар екені анық. Және ол күтпеген жерден шығып, сені әп-сәтте өлтіріп кете алады. Яғни абайлап жүру керек маған. Сондықтан мен кеше түнде бұл қала ішінде қалай дұрыс жүру туралы дұрыстап ойланып алдым. Мен тек күндіз ғана көшеге шығамын. Және тек адамдар толып жүретін орындарда ғана жүретін боламын. Ең бастысы қағида, қуыс болған көшелерге кіріп кетпеу. Кішкентай көшелер ішіне кірсем болды. Ол қаншер күтіп тұруы мүмкін. Яғни маған абай болу керек. Бірақ бір мәселе болып тұр.